Енді тігуді бастайық. Мынау менің 4 бүктелген матам. Мінекей 4 бүктеп алдым. Инемен түйреп алдым жан-жанын. Енді мынау менде 10 бүктесі. 10 бүктесінен жаңағы радиусты сызатын боламын. Менде ол 9,5. Осы нүктелерді қосамын осылай. Енді егер мен мынаны осы бойынша қисам, менде баланың бөксесіне белдемше тура сиятын болады. Бірақ қатты еркіндік болмайды, себебі кішкентай балаларда бөксе мен бел өлшемі жақын, мысалы 52-57. Ересек адамдағыдай мысалы 70 пен 90 сияқты 20 сантиметрлік ара қашықтықта емес. Сол себепті де мен қазір тағы да төмен қарай 5 сантиметр түсемін. Яғни еркін және соны бір резинкада жинап қою үшін. Сіз де егер сондай эффектіні қазіргі трендтегі пышный юбка жасағыңыз келсе, осылай төменге 5 сантиметр қоссаңыз болады. Сонда еркін сиятын және жиырылып әдемі көрінетін белдемше шығатын болады. Енді менде қанша сантиметр мына жақта жалпы қалады? Менде 27 сантиметр, 26 екен. Осы 26-ны толықтай сызып шығам қазір. Мінекей, бұл бізде белдемшемізде жалпы. Енді 1 сантиметр тігіске қосамыз. Мына жоғар жағына да 1 сантиметр қосамын. Енді мына 1 сантиметр қосқан жерді және мына етекке 1 сантиметр қосқан жерді қайшымен қиып аламын. Осылай жартылай біреу және ашқанда осындай белдемше, белі өте үлкен белдемше пайда болды. Мінекей юбкамыз дайын. Енді белдігін қиып алу керек. Ол үшін мына белдемше 2 бүктелген күйі өлшейміз сантиметр лентамен. 41 сантиметр, яғни дайын күйінде 82. 2 сантиметр тігіске қосамыз, 84. Яғни 84 2-ге бөлсек, 80 тура жетеді екен, 42. 2 бүктеліп тұр. Ұзындығы 42 болатын. Ені мына резинкаға тікелей байланысты. Менде резинкам 3 сантиметр. Еркін жылжуы үшін мен 3,5 аламын. Осылай еркін жылжуы үшін 3,5-ды 2-ге көбейтемін. 7 және тігіске 2 сантиметр. 9 сантиметрді осылай сызып аламын. Қиямыз. Белдемшенің оң жағы. Енді белдікті қосып тігіп алуымыз керек. Тікпестен бұрын бізде белдік 1 сантиметр тігіске кетеді ғой. 9-ды 2-ге бөлеміз, 4,5. Мына тіккеннен кейін резинканы өткізетін жер дайындауымыз керек. Ол үшін осы 4,5-нан 1 сантиметрді бұлай жоғар жағынан және 1 сантиметрді төмен жағынан алып, мінекей тігіп келе жатып, мына жерде тоқтап закрепка береміз. Содан кейін қайтадан бастап тігіп шығамыз. Мінекей осылай тесік қалдырамыз резинкаға. Осылай тігіп аламыз, тігісті үтіктейміз. Осы белдікті қазір белдемшеге инемен түйреп шығамыз толықтай.
Мінекей осылай инемен түйреп алғаннан кейін шетіне 1 сантиметр жеткізбей тігін машинасында тігіп шығамыз. Содан кейін мына шетін припускты закрепка беріп зигзагтап шығамыз. Зигзагтың ұзындығы 1,5 сантиметр. Осылай тігіп алдық. Мына оверлогымыз біздің. Енді резинканы аламыз. Өзіміздің бел айналымызға 2 сантиметрді қосып қиып аламыз. Осындай кез келген ілмекті алып, бағанағы тесіктен өткізіп отырамыз. Резинка айналмай дұрыс тұрғанына көз жеткізген соң, осы екі жерді 2-3 мәрте алдыға, артқа тігіп тастаймыз. Зигзагтап тіккеннен кейін осылай кіргіземіз белдемшенің ішіне, белдіктің ішіне. Мінекей белдігіміз дайын. Мына жерді қазір қолмен көрінбейтін тігіс жасап тігіп тастағаннан кейін тігін машинасында мына жерді алдыға артқа бір жүргіземіз. Сонда резинкамыздың белі айналмайтын болады. Енді етегін барып өңдейік. Мінекей қолмен көктеп сыртынан тігіп алдым. Енді етегін московский шовпен өңдейміз. Ол үшін қазір біз мына етегін бір 4 мм-ге қайырып осылай тігін машинасында тігіп отырамыз. Осылай бүктеп тігіп шығамыз айналдыра. Мінекей осылай бір рет тігіп алғаннан кейін мына артық припусктарды осындай қайшымен толықтай айналдыра қиып тастаймыз. Мінекей осылай артық припускты қиып тастағаннан кейін матамызды тағы бір бүктейміз. Бағанағы тіккен тігістің үстінен тура тігіс жүргіземіз. Закрепка беріп алып, соңына ішін тігіп шығамыз айналдыра. Енді белдемшені толықтай үтіктеп аламыз. Осымен белдемше дайын болды. Қазір артық жіптерді қиып, толықтай тағы бір үтіктейміз. Белі өте ыңғайлы, киіп шешуге. Етегі осындай московский шов тігісімен тігілген, өте сәнді көрінеді. Көлемі жағынан да кигенде де әдемі толқынды береді. Міндетті түрде тігіп көріңіз.